Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрерменім? Мен бүгін күтпеген жерден осындай чебуреки пісіруді ұйғардым. Қарасам тоңазытқышта 4-5 бума жусай жатыр екен. Немерелеріме тез арада осыны пісіріп бере қояйын дедім. Өте оңай, соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге 250 мл ыстық су қажет, 2-3 ас қасық сұйық май және 1 шай қасық тұз. Ұн 600 грамм қажет болады. Осылай бөліп салып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Су аз болып қалды деп ойламаңыз. Илеу барысында қамыр барлық ұнды өзіне жинап алады. Ерінбестен осылай 5-7, мүмкін болса 10 минутқа дейін асықпай қамырды илеп июін қандырып, бетін жауып, тұндырып қоя тұрамыз 10-15 минутқа. Енді бір дана пиязды осылай ұсақтап турап, 2-3 ас қасық өсімдік майында қуырамыз. Пиязымыз қуырылып болғанға дейін 4 жұмыртқаны жарып, оған 1 шай қасық тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араласқан жұмыртқамызды пияздың үстіне құйып, табамызда қуыра береміз. Жұмыртқаны пиязбен бірге араластыра отырып. Турап қойған жусайымызды жұмыртқа мен пияздың үстіне салып, ары қарай қуыруды жалғастырамыз. Жарты шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған салманы суытуға қоямыз. Тынып демалған қамырымызды алып екіге бөліп, осылай домалақтап созып аламыз. Және оларды 50-60 граммнан кішкентай бөліктерге бөліп дайындаймыз. Осылай бәрін бөліктерге бөлдік. 32 дана шықты менің қамырым. Және әрқайсысын осылай екі алақанның арасына салып, домалақ етіп шарик жасаймыз. Міне, бәрі дайын болды. Осылай бөлек ыдысқа салып, бетіне шашықтың біреуін жауып қоямыз. Беті құрғап қалмасын деп. 15 минут күтеміз. 10-15 минут өткеннен кейін осылай біртіндеп алып, алақанмен басып, кішкене жайып аламыз. Қамырымыз қаттылау үйленген. Осылай солай болғаны керек чебурекиге. Осылай алақанмен басып жайып алғаннан кейін оларды бір-біреулеп кішкентай оқтауымызбен жайып аламыз. Үлкен болып жайылмайды, сондықтан осылай бір 7-8 сантиметр диаметрде болатындай етіп, бәрін жайып аламыз. Содан кейін қайталап тағыда бірінші жайғаннан бастап алып, оны екінші қайтара жайып шығамыз осы қамырымызды. Екінші рет жайғанда оның диаметрі 20-22 сантиметрге дейін үлкейеді.
Міне осылай қамырларымыздың бәрін жұқа етіп жайып аламыз. Міне дайын болған қамырларды мен осылай біреулеп дастарханның бетіне жайып тізіп аламын. Содан кейін бір жарым қасықтан салмасын салып шығамын. Мен кесеге су құйып алдым. Саусақтарым ұшын сулап отырып, осылай жабыстыратын жағын қамырдың сулап отырамын, ашылып кетпесін деп. Содан кейін бәрін осылай ұқыптап, ішіндегі ауасын шығарып, жақсылап шет-шетін жабыстырып шығамын. Жабыстырып болғаннан кейін, осындай инструменттің көмегімен шетін ирек-ирек етіп кесемін. Міне осылай шеті ирек-ирек болып, әдемі болып шығады. Бәрін солай кесіп шығамын. Бәрін осы кесіп дайындап алғасын, табаға майды қыздырып, екеулеп, егер табағыңыз үлкен болса, үшеулеп салып, қызарта қуырып аласыз. Ішіндегі салмасы жеуге дайын болғандықтан, мен осылай екеуден салдым да, тез-тез қызып тұрған майда пісіріп алдым. Менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдырып отырыңыз, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басып қойыңыз, менің видеоларым алдыңыздан шығып отырады. Үлкендеу ыдыстың бетіне қағаз сүлгі төсеп, осылай қуырған чебурекилерді бәрін тізіп орналастырдым. Міне, дайын болған чебурекилеріміз осылай болды. Қып-қызыл болып, тәбетіңді ашып, аромат иісі аңқып тұр. Кәне, дәмін көрейік, қалай болды екен. Керемет, аромат иісі аңқып тұр. Жусай, жұмыртқа, пияз қуырылған.
тәбетіңді ашады. Немерелерім асыға күтіп отыр. Бұл видео экспромтым болды. Ойда жоқ жерде, күтпеген жерден тез істеп жіберейін дедім. Сондықтан видео түсіру форматы сәл өзгешелеу болды. Кем кетістігі болса кешіріп отырыңыздар. Міне екіншісі тағы біреуін бөліп көрейін. Арасы керемет, салмасы мол. Біреуін жесең тойып қаласың. Ас болсын, сіздер де пісіріп жеп тұрыңыздар.